Ассалаумағалейкум, YouTube каналымыздың оқырмандары. Оқу жылы аяқталып, студенттер қайда баруын білмей, мектеп оқушылары қандай мамандық таңдауын білмей жүрген болсаңыздар, бүгінгі видео дәл сіздер үшін. Сіздермен мен доктор Оразбек, ал менің қасымда отырған Назгүл ханым 140 ұбт-ға дайындау оқу орталығының биология пәнінің оқытушысы, жас болса да қаншама 900-ден асқан студенттердің оқытушысымын деп айтты. Бұл айтқанда ол үлкен жетістік. Осы жерде біз бүгін студенттердің мамандық таңдауға қатысты сұрақтарын, мектеп оқушыларын мамандық таңдауға қатысты сұрақтарын, сонымен қоса ата-аналардың оған ықпалын талқылайтын боламыз. Барлығына қайырлы күн, бізбен бірге соңына дейін болыңыздар. Бүгін бізде өте керемет ақпараттарды бөліскелі отырмыз. Ендеше кеттік, ағай бастаймыз. Сонымен бізде ең алғашқы сұрақ туындайды, мамандық таңдауда неге жүгіну керек? Мамандық таңдауда жалпы бұл адамның өмірі үшін маңызды ма? Мамандық таңдау деген нәрсе? Әрине маңызды. Біздің атам қазақ айтады ғой өзі. Өмірде екі дұрыс шешім қабылдау керек. Біреуі дұрыс мамандық, екіншісі дұрыс жар табу керек дейді. Дұрыс жар табуды қазірше пока что ойламағандарыңыз жақсы. Ал үлкен курстар болса, конечно, ойлау керек. Ал мамандық таңдау өте маңызды. Неге? Өйткені адамның 24 сағатының 8 сағаты ұйқыға кетсе, қалған 8-10, даже біреулер 12 сағатты жұмысымен байланысты. Ал жұмыс ол мамандық. Сонымен қоса, бұл өмірде бір жақсы атаққа ие болу үшін, өзіне жақсы ат қалдыру үшін, оның тікелей мамандыққа маңыздылығы бар. Күшті ой келді маған осы жерде. Атым әдеттер деген кітап бар ғой, таныс боларсыз. Сол кітаптың ішіне жазады. Джеймс Клирдің кітабы ма? Иә. Сол кітаптың ішіне былай жазған, бір теннисші қыз болады, қанша жетістікке жетіп, қанша жарыстан жеңіп жатса да, жаңа қыздың өзіне өз көңілі толмайды. Сосын бір күні ол осы Джеймс Клирк па, соған әйтеуір келеді, сұрайды ғой, бір автордан сұрайды әйтеуір. Енді мен не істесем болады дейді. Сосын жаңа қызға айтады, енді сен қара, егер сенің құлпытасыңа бұл адам мықты теннисші болған, дүниежүзіне танымал болған деп жазатын болса, сен соған келісер ме едің дейді. Сосын жаңа қыз, жоқ, мен келіспеймін дейді. Сосын не үшін теннис ойнап жүргенін мәнін түсініп, сосын барып ол халыққа ұнау үшін, оларға күшті эмоция сыйлау үшін ойнап жүргенін түсінген екен да. Енді осы сұрақты мен де оқушыларыма үнемі қоямын. Мысалы, мен бір досыма осы сұрақты қойдым. Сен қалай ойлайсың, мықты дәрігер болған деп сенің құлпытасыңа жазса, сен келісесің ба оған деймін ғой. Жоқ, мен келіспеймін дейді. Онда сен не істеп жүрсің медицинада деймін ғой. Сіз қалай ойлайсыз, осы нәрсеге келісесіз ба? Сіз өзіңіздің құлпытасыңызға осылай жаздыруға, және сіздің именно осы дәрігер мамандығына келуіңізге қандай себептер, ықпалдар болды екен? Менің ойымша, ешкім олай әлемде ең бай болған деп жаздыруды қаламайтын шығар. Білмеймін, бірақ қазіргі адамда, қазіргі қоғамда ондай баға қалыптасып қалған шығар. Бірақ шын мәнінде мамандық, былай айтқанда, егер өзінің сферасын, оны сәл чуть позже тоқталамыз. Менің ойымша, мамандықты ақшаға байланысты қарау керек емес. Ақшаға байланысты таңдау керек емес. Неге? Өйткені мамандық ол ақша үшін таңдалатын болса, онда көп қазір жалтыраған дүниелер. Біреу саудамен айналысса, біреу бірдеңемен істеп, бірақ адам өзінің қалауымен емес, ол ақша үшін істеп жүр. Ал ақша үшін істеген адам көбінесе жұмысын, энергиясын жұмсайды. Ал хобби ретінде айналысқан адам, ол естественно автоматически демалады жұмысынан. Мысалы үшін сіз сабақ бересіз, дұрыс па? 900 бірдеңе студент дедіңіз. Оған сабақ беру сізге ұнайды. Ол сіздің былай айтқанда хоббиіңіз. Жас бола тұра өзіңіздің 1-2 жас кіші балдар, бұл грубо айтқанда ше, соларға сабақ бересіз, сізге ол ұнайды. Энергия бола ма? Әрине, шаршамаймын. Ауырып отырсам да өте беремін. Не үшін өтесіз осын? Потому что сізге ол ұнайды. Өзіңіздің ұнайтын мамандығыңыз. Осы жерде тоқталып кету керек. Ал менің өзімнің медицинадағы профессияма келетін болсам, бұл жерде алдымен кез келген адамның өзінің жаратылысы бар. Бұл өмірде бірдеңе істеу керек болған. Мен осыны соңғы кездері түсініп тұрмын, мен халыққа именно медицина жағынан көмектесуім керек. Осы жерде ойлау керек адам, мен не үшін Қазақстанда туылдым? Мен не үшін Өзбекстанда туылдым? Мен не үшін Африкада, неге Америкада туылмадым? Әр адам өзінің туылатын жері болды, оны біздің қалауымызға байланысты емес та. Мен осы жерде айтайын, сіз бұл жерде туылдыңыз ба, значит осы елге бір керексіз. Бірдеңе істеуіңіз керек. Бекерден бекер бұл елге туылмадым. Бір. Екіншіден,
вот менің намерением осы шығар деп ойлап келемін. Енді Құдай алда бір жол көрсетеді. Бұл жолға түсуіме менің анам көп септігін тигізген, именно медицина саласына. Неге? Өйткені бала кезде мысалы үшін бала білмейді қай мамандыққа таңып бару керектігін да. Қызығу болуы мүмкін, өзі білетін, өзі көрген мамандық. Көптеген студент балалар бала кезінен мен солдат боламын дейді. Да? Балдар солдат боламын деуі мүмкін. Ол не емес. Біледі только солдатты. Біреу білуі мүмкін, докторды, біреу білуі мүмкін, оқытушылықты, бірақ білмейді. Өмірде одан басқа астрономия мамандығы бар екен, архитектура мамандықтар бар екен. Бала кезде көп мән бере бермейді. Мамандық таңдау осы бала кезден қалыптасады, менің ойымша. Неге? Өйткені басқа жақтан айтпай қойсам, мен өзім білгенімді айтайын. Мен әліппе кезінде менен сұраған, сен кім боласың дейді, мен лор врач боламын деп айтқан адаммын да. Неге? Өйткені Құдай мені осы аурулармен сынаған. Мен лор аурулармен өте көп ауырғам. Артынан анам маған лордың қасында отырып жазылып тұрады, оториноларинголог деп тұрғанда, сен балам ол лор баласың деп айтылған. Мен кәдімгі қызығу болған, махаббат болған. Мен осыдан алдыңғы роликте айттым, платный оқыдым деп. Менде мүмкіндік болды стоматологияда платный оқуға. Менде ауысуға шанс болды. Терять ничего болды, мені жоғалтатын ештеңе болған жоқ. Бірақ мен врач боламын дедім, именно лор боламын деп осы сферада қалдым. Сол үшін бұл жерде ата-анаңда маңызды рөлі бар. Мысалы үшін сіз студенттермен, балалармен жұмыс жасап жүрсіз, олардың ойы қандай? Осы жол, осы сфера, то есть осы маңызды тақырыптарда. Қазіргі таңда оқушылар мені гений деп ойлайды. Сосын олар менен көп сұрайды, мен мұғалім болайын ба, әлде мен дәрігер болайын ба деп сұрайды. Сосын мен оларға кері өзім сұрақтарды жаудырамын. Сен өзің дәрігерді жақсы көресің ба, әлде мұғалім болған жақсы көресің ба? Қайсысын айтқан кезде жүрегіңде бір ерекше сезім пайда болады деп сұраймын. Өзінен сұраймын да, ішінен, яғни адам бұл жерде өзінің ішінде не барын, іші не қалайтынын сезбей тұр да. Сол үшін де қазіргі уақытта ойлаймын, көптеген 11-ші сынып оқушылары өзінің ішкі жан дүниесі сіз секілді не қалап тұрғанын білмейді да. Сіз өзіңіз түсініп тұрсыз не қалайтыныңызды. Ал олар өзінің ішкі даусын басып тыңдай алмағандықтан білікті адамдардан сұрай береді осылайынан. Осылай қазіргі таңда олар көбіне ойлайды, стоматологтар ақшаны қырып табады, дәрігерлер көп табады, дәрігер болсам жерде қалмаймын дейді. Ал мұғалім болсаң ше десем, мұғалім болсам сағат жоқ, 4 жыл оқығаннан кейін диплом қалады айдалада деп ойлайды. Міне, бізде оқушылар осылай ойлайды. Бұл жерде ақшаға келіп тұр әңгіме, иә. Осы жерде енді мамандықты біз қалай таңдаймыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Қалай таңдаймыз? Біреуден сұрап жаңа айттық та, мамандық ол өміріміздің грубо емес, өміріміздің бір бөлігі. Адам тарихта қалу үшін, көптеген адамдарға пайда беру үшін осы мамандығынан дұрыс пайдалану керек. Мысалы үшін сізде айтпақшы, оқытушылар, негізі оқушылар жақсы біледі. Еврей халқы 3 мамандықты мойындайды. Біріншісі ол армия, солдаттар, военный, да, олсыз болмайды. Екіншісі оқытушылар, которые образование беретіндер. Үшіншісі врачтар, ол халықты емдейді. Үшеуі болмаса мемлекеттің тірегі болмайды. Басқа сферадағы студент, басқа сфераның оқушылары, мысалы үшін SMM-шік болмайтын болса, маркетинг болмайтын болса, мемлекет бола береді. Ол жұмыс жасай береді. Осынан мысалы үшін 20 жыл бұрын ондай сфера болмаған. Айтишниктер болмаса да мемлекет жұмыс жасай береді. Бірақ осы 3 мамандық болмаса қиын. Егер сіз осы үшеуінің біреуіне жүрегіңіз тартса, ол жақсы. Ол өте жақсы нәтиже, жақсы ой, жақсы шешім. Бірақ айта кетейін, кез келген адам жас болсын, үлкен болсын, 60 болсын, 40 болсын, жаста болсын, мектеп оқушысы болсын, өмір жолын табу үшін өзіне бір сұрақ қойып көру керек. 5 сұрақ. Осы 5 сұрақты мен айта кетейін. Сіздер мұқият отырып жазып алыңыздар. Осы сұрақты қайта өздеріңізге қойып көріңіздер. Осы сұраққа сіздер жауап ала алсаңыздар, өмірде дұрыс шешім, дұрыс мамандық таңдадыңыздар. Біріншісі, қандай, мысалға бұл айтқанда, Құдай бізге әртүрлі талант берген. Сізді айтыңыз да, адамда осы талант бар. Қиын талап, қиын нені оқып алсам, тез түсінемін дедіңіз, дұрыс па? Біреуге қиын, мысалы үшін, ол learn деген талант болатын болса, менде ол өте төмен дәрежеде шығар. Потому что мен түсінсем, біреуге жеткізбеуім сәл қиындау болады. Сол кезде түсінемін, маған менде ол талант, ал сізде ол бірінші, дұрыс па? Өйткені өзіңіз айтып өттіңіз. Сол сияқты әркімде әртүрлі талант бар. Менде мысалға пациенттермен коммуникация жақсы, ол коммуникациялық
талантым. Дәл осы сияқты каждыйыңызда бір талант бар. Осы талантты дұрыс пайдалансаңыз, сіз қоғамға өте жақсы пайда бересіз. Бірінші сұрақ осы: мен қай салада жұмыс жасасам, қоғамға жақсы пайда беремін? Жаңа айтып өттіңіз, өзіңіз қанша адамға көп пайда берсе, сонша жақсылық қайтады. Иә. Бірінші сұрақ, осы сұрақты қойыңыздар өздеріңізге: мен қандай салада жүрсем, көп адамға пайда беремін? Мысалы үшін, сізбен бізге бұл сұраққа өте повезло. Неге? Өйткені біз медицинада оқимыз, ал Құранда айтылған, каждый кім, қайсы мұсылман бір адамды емдейтін болса, не тек болса, бір адамды емдейтін болса, бүкіл адамзатты емдегенмен бірдей деп дұрыс қой да? Вот осы. Екінші сұрақ: мен қай салада тегін жұмыс жасауға дайынмын? Осы сұрақты қойсаңыз, егер сіз ол сұраққа жауап таба алсаңыз, мысалы үшін, мен осы сферада тегін жұмыс жасауға дайынмын десеңіз, осы мамандық сіздікі. Бұл ақшаға деген талапты фильтрлап береді. Мысалға, маған қазір врачтықта мен тегін жұмыс жасай аламын, ал маған ақша керек болатын болса, мысалы үшін, басқа сфераға барсам болатын еді. Бірақ маған басқа сферада тегін жұмыс жасағым келмейді. Зачем маған ол деймін? Вот осы жерде болады. Ақшаға деген ынтаны осы жерде сәл тоқтатып тұруға болады. Үшінші сұрақ: мен қай салада жұмыс жасап жатсам, түнгі 2-3 болса, мені звондап шақыратын болса, мен келе алам ба? Ұйқыға деген нәпсімді жеңе алам ба деген сұраққа жауап тапсаңыз, я дейтін болсаңыз, осы мамандық сіздікі болады. Ол тоже бізде медицинаға өте дәл келеді, дәл түседі. Өйткені дежурствоға шығу, ол ұйқыдан қалу. Мен білетін тағы бір гинеколог апай болған, өте мықты болғаны сонша, одан басқа адам бір пациентті босандыра алмайды екен. Өте ауыр жағдай болған, сонымен звондады, түнгі 2:30 біз дежурствода едік. Келді кәдімгідей. Ой, көлікті жаратқан адамға рахмет, қандай болса да барған жеріңе тез жетіп барасың деп күліп келді. Қуанып келді, қандай күшті. Кетті. Ой, давайте деді, сразу скальпелін алды, обработка жасап, кесіп баланы босандырып алды. Өз нағыз маманы, өзінің орнын тапқан гинекологияда. Үшінші сұрақ болды. Төртінші сұрақ: қай салада өмірім өтуіне ризамын деген сұрақ болса, мысалы үшін, мен осы сферада бүкіл өмірімді арнауға ризамын деп қойсаңыздар, ол сұраққа тапсаңыздар жауап, осы мамандықтікі. Соңғысы, ол 5-ші сұрақ: қай мамандық, сол жұмысты жасап, таңдаған мамандығымда жұмыс жасап отқан кезде маған аяқ астынан ажал келіп өмірімді қиятын болсам, өлетін болсам, өткен өміріме қарап өкінбеймін дейтін болсаңыз, егер сол мамандық сіздікі болатын болса, таңдаған мамандығыңыз ол кез қателеспеген боласыз. Егер осы 5 сұрақты описаниеде жазып кетеміз, сұрақты өздеріңізге қойып отырыңыздар, всегда и везде, всегда. Сол кезде ол үлкен 56 жастан асқан адамдар, 60 жастан асқан адамдарда осы сұраққа жауап табу арқылы өмірлерін өзгерттіре алады. Қандай күшті. Менде 2 сұрақ қоса кеткім келіп тұр, сіздікіне тұздық болсын. Бірінші сұрақ: егер сенің қолыңа миллионнан көп өміріңнің соңына дейін жететін ақша берсе, қандай мамандықта сен өзіңді көрер едің? Екінші сұрақ: сенің 1 апта немесе 2 апта өмірің қалса, сен нақты қандай істермен айналысар едің? Енді жаңа сіз бірінші сұрағыңызды айттыңыз ғой, сол кезде ол сұрақты мен өзіме қойып көрдім. Менің ойымша, мына мамандық адамның миссиясын қалыптастырып беретін сияқты. Себебі Данияр Жігітбек те, Марғұлан Сейсенбай да айтады: сенің миссияң, сенің жасап жатқан істерің ең біріншіден қоғамға пайдалы болу керек, екіншіден өзіңе пайда беру керек, және де үшіншіден ол, ұмытып қалдым, үшінші тағы бір деңгейі бар. Есіңізге түссе қоса кетерсіз. Мен соны ойлап отырмын ғой, мен мұғалім болып жүрмін ғой, ол маған пайда береді, мен рахаттанамын, эмоция күшті, мен халыққа пайда беріп жатырмын. Демек, бұл менің миссиям болып тұр. Сіз қалай ойлайсыз, мамандық миссияға айналыла ма? Конечно, естественно, мамандық миссияға айналады. Менің мысалы үшін миссия табуды былай айтқанда көп оңай деп ойлаймын. Өте оңай емес, мүлдем қиын. Вот, мысалға, менің өмірлік миссиям ол, білем, халыққа көмектесу. И миссиясына тапқан адам бар ғой, өзін басқа біреумен салыстырмайды. Ең жаман нәрсе біреумен салыстыру. Осы біреумен салыстырмау үшін адам өзінің миссиясын білу керек. Миссиясын біліп тұрсаңыз, мысалы үшін,
менен басқа 6-7 курста балдар бар, которые социальный сетьте, мысалы үшін YouTube канал болсын, алдыңа ұмтылып кеткен. Егер мен олармен өзім салыстыратын болсам, мен бақытсыз боламын сол күні. Бірақ олар сол сферада жүр. Обучающий сфераға кеткендер бар мысалы үшін да, ал менің обучающий сферада жоқтығым, бұл деген менің басқа сферада, яғни болмауым, ол врачебный жұмыс. Адамдар мысалы үшін сіз сияқты оқытып жүргендер бар. Ол бұл сфера былай айтқанда толып тұр сіз сияқты мықты адамдармен да. Толып тұр. Енді былай қарайтын болсақ, медицина әлі күнге дейін әлсіз. Значит, мен тағы да мен сияқты басқа студенттер, которые обучение сферасында жоқ, только медицина сферасында адамдарға көмектесу керек деп ойлаймын. Мысалы үшін біреулер болуы мүмкін, который не істеуімді білмей жүрмін дейтін болса, ол жерде ең жақсы шешім не істейтінімді білмеймін, расында. Ең жақсы шешім ол миссияны іздеу. Ол үшін жаңа айтып өттіңіз, Данияр Жігітбектің лайфхактар кітабын оқып көріңіз. Марғұлан Сейсенбаевтың жақында Марғұлан деген кітабы шықты. Бақытжан Мұқарбайдың подредакцияда. Сол кітаптың оқып көрсеңіздер болады. Осы жақсы жазылған негізі сол тақырыптар. Вот менің ойым осы. Ал сіздің ойыңыз? Өте күшті. Расында да мамандық бұл адамның өмірімен сіңісіп кететін нәрсе ғой. Осы жерде менің ойыма бір күшті сұрақ келіп тұр еді. Жаңағы мен ұмытып қалдым, менде күшті сұрақ тұр. Менде күшті басында сұрақ тұр, менің басында сұрақ тұр. Айта алмай жатырмын. Сізге қоятын күшті сұрағым тұр ше. Неге мен ұмытып қалып жатырмын? Менің ойыма білесіз ба, сіз сөйлеген сайын көп идея келеді ше. Стоп қалу керек. Соны ұстап бүйтіп жазып отырсам, мен басымнан кетіп қалып жатыр. Менде мамандыққа байланысты күшті сұрақ тұр қазір. Шығара алмай тұрмын. 2 рет ойыма түседі, ұмытып қалдым. Енді осы жерде онда біткен соң не жалғасып кетсем ба? Енді осы жерде мектеп оқушыларының қазіргі уайымы, қазіргі проблемасы, маған қойған сұрақтар, ағай дейді, медицинаның қай сферасына барсақ жақсы? Стоматология ма, общая медицина ма, фармация ма, педиатрия ма дегенде, осыған байланысты мен сұрақ видео түсірген болатынмын, ссылкасын қалдырамын қазір. Екіншіден, бұл сұрақты негізі маған емес, негізі өзіңізге қойып көріңіз. Жаңағы 5 сұрақты қойып көріңіз, қайсы мамандық сізге ұнайды, қайсы жақсы. Конечно, оны бірден табу мүмкін емес шығар. Егер стоматологияға баратын болса, стоматология көбі не үшін барады? Ол грубо айтқанда ақша үшін барады да. Мен бір стоматолог көрмедім, мен сіздің тісіңізді тегінге емдейін деген, ондай көрген жоқ. Ал врачтар бар, который тегінге емдейтін. Егер сізге ақша шыннан маңызды керек, ерте жетістікке жеткім келеді, ерте ақша тапқым келеді, ерте мал тапқым келеді десең болсаңыз, стоматология это хорошо. Бірақ адамдарға көмектесемін, мысалы үшін сіздің туысқаныңыз ауруы мүмкін сахарный диабетпен, значит сізге эндокринолог болу керек. Мүмкін сіз лор ауруларымен мен сияқты ауырған шығарсыз, значит сіз пациенттің жаны мен тәнімен қоса жанын сезінесіз да. Ол кез автоматически сізге лор болу керек. Вдруг сіз бір пациент білесіз, туысыңыз болсын, көршіңіз болсын, медициналық дұрыс емес поведение жасап, қателік жасап қойғанда, соның арқасында ол бір ауру болып қалған болуы мүмкін медициналық персоналдың қателігі нәтижесінде. Значит, соны сіз болдырмайтындай дұрыс мамандық иесі болуларыңыз керек болатын болар. Вот осындай сұрақтарды салып, мүмкін сіз бала сүйетін адам шығарсыз, баланы көрсеңіз қатты жақсы көретін шығарсыз. Ой, баланың жылағанына, күлгеніне, басқасына сабырмен қарайтын шығарсыз. Ондай кезде сізге автоматически педиатр болу керек, өйткені сізден мықты педиатр шығады. Мен педиатрияға өте алыс адаммын, мен баланың жылағанына шыдай алмаймын, уже нервым шығып кетеді, маған педиатрия алыс. Ондай студенттер көп и бар, қызығатындар да, мысалға бала жан деп айтады ғой, сондай болатын болса автоматически педиатрияға бару керек. Вот осы жерде өздеріңізге сұрақ қойып көріңіздер, мен медицинаның қай сферасында барсам көп адамдарға пайда бере аламын. Жаңа сұрақтарға автоматически жаңада ораламыз. Ал 5-ші курсты бітіріп жатқан интерндар тоже самый вопрос болады. Педиатрияда қалсам бекен, или вопқа ауысып алсам бекен деп та, или вопты қала берсем бекен деп. Осы жерде айта кетейін. Ағай, мен де ойыма күшті нәрсе келді. Жаңа есіме түсіре отырмын. Осы мен 3-ші рет міне ой деп ұстап алдым. Былай ғой, бізде курстың директоры Жұлдызай апай айтады, егер өзіңнің қандай салаға барарыңды білмесең, кез келген жаңа өзіңді қызықтырған салаға барып, өзіңді сынап көр дейді. Сіз қалай ойлайсыз, медицинаның ішінде өзіңді қалай
жаңағы әрбір медициналық мамандықта қалай сынап көруге болады, оның жолдары қандай? Мысалы, хирургияға барғысы келетіндер көп. Енді осы хирургияның қандай жолмен оған түсуге болатынын, өмірінің қалай өтетінін, жалпы практика жасай отырып қалай көрсе болады адам, яғни өзіне сәйкес келе ма, сәйкес келмей ма, қалай анықтаса болады осыны? Жолдарын айтып өтсеңіз, сіз соны күшті білесіз. Бұл жерде мысалы үшін сразу интернетураға секіріп кетіппіз, өте жақсы айтыңыз. Осы нәрсе есіме түсті. Сіз бірдеңе қылып өзіңізді таңдап общий медицинаға түсіп алдыңыз да, мақсатыңыз скальпель ұстап адамды ішін ашып сою, да? Операция жасау неғмасын, қалжың әрине. Операция жасау сол қызықтыратын болса, сіз бірінші орында, мен бүкіл студенттерге айтамын, 1, 2, 3-те оқу керек. Алаңдамай, тек қана дәрігер боламын деп оқу керек. Әрине, біліп тұрған жақсы, қай маман қай профессияға барған. Бірақ білмей тұрған болсаңыз, мысалы үшін оны еш алаңдаудың қажеті жоқ. Бірінші, екінші, үшінші курста ол кешіріледі. Уже 3-тен кейін уже сізге определить ету керек. Уже 3-тен кейін 4-тен сіздер каждый терапия басталады, хирургия сабақтары болады. Сабақтар кезінде сіздің жүрегіңізге жақыны осы жерде сәл білінеді. Маған оказывается осы қызық сияқты ғой деп. Бірінші курста айта салайын, бәрі нейрохирургияға, яғни мида операция жасағысы келеді. Это элита. Екіншісі кардиохирургияға барғысы келеді. Ойбай, кардиохирургия. Расында. Жайлап, фильтр болып тұрып қарап, только таңдалған избранныйлар ғана барады ол мамандыққа. Өйткені ол өте ауыр, жауапкершілігі өте жоғары мамандық. Ал хирургия дейтін болса, хирургияның өзінің бағыттары өте көп. Мысалы үшін лор ол тоже хирургия, гинекология ол тоже хирургия, офтальмология хирургия, урология ол тоже хирургия. Осылар қалай қайсызге жақын екендігін білу үшін каждыйыңыз просто барыңыз, просто сұрап көріңіз, просто көріңіз деген менің нем бар өзі. Айтатын өзіме айтып жүретін формулаңыз ба өзіңіздің? Формуламда просто сұрап көріңіздер. Просто отделениеға барып көріңіздер. Хирургия отделениесі ешкім сіздерге жоқ демейді. Барып, мен осы жерде жүрсем бола ма деп көріңіздер, врачтар, мен пациенттерді көріңіздер. Мысалы үшін мен нейрохирург боламын деп көрдім дедім ғой басында. Бүкілде болады ол нәрсе. И мен нейрохирургия отделениесіне бірінші курста барып көрдім, пациенттерді жағдайын қарадым, ол маған емес екен. Ол ауыр отделение, психологияға әсер етеді. Бүгін резидент берді бізге психбольнойлармен жұмыс жасайтын психотерапевт екен. Мен өзің таңдадым десем, өзің таңдадым, обожаю деді. Сіз сторисіңізге салдыңыз ғой, қорқып кетіп жүремін. Ол оңай емес, әр адамның өзінің таңдауы болады. Оны білу үшін жаңа айтын отделениеға барып көріңіздер. Өздеріңізге бір наставник тауып алыңыздар. Мысалға, біздің хирургиялық курстарымызға қатысып көріңіздер. Осы жерде білсеңіздер болады, инструмент ұстап көріп, тігіп көрсеңіз, сізге жаныңызға ұнай ма, ұнамай ма көруге болады. Ол көп мұндай мүмкіндіктер. Іздесеңіздер, тауа бересіздер. Әрбір университеттің өзінің хирургиялық кружоктар бар. Біздің МУАда Veritas бар, неде бар, ИКТУда бар, тоже Түркістанда Veritas деген, тағы басқа-басқаларында болады. Ол точно барып көріңіздер, қараңыздар, тігіп көріңіздер, моргқа барып көріңіздер. Патологоанатом, возможно, сізге ұнап қалуы мүмкін. Вот осылай мамандық таңдалады. Менің группамда бір қыз бар, кәдімгі адамдарды сойғанды жақсы көреді, иістерін жақсы көреді, хирургияға барғысы келеді. Дәл патологоанатомның иіс шығып тұр. Бір қыз бар, кәдімгі мінезі тастай, ана қыз бар ғой, тарс етіп сөйлеп жасайды да, біз оған ойнап айтамыз, сенен гинеколог шығады деп ше. Сол біріміздің арамызда солай айтатынымыз бар. Енді осы жерде студенттердің арасында қазір мынандай үлкен проблема бар. Бірінші, екінші, үшінші курста беретін сабақтары олар маңызды емес, оларды оқымай қояйын. Ертең маңызды сабақ менде 4-ші курстан басталады. Хирургия, дерматология деген секілді сабақтар болады. Вот мен сол кезде оқимын деп, бірінші, екінші, үшінші курста қазір оқымайтындар өте көп. Сіздің оған ойыңыз қалай? Ондай адамдар. Менің өзімде осындай бір ой болып кеткен, алайда стоп, жоқ, мен оқимын деп тоқтатып алдым. Оны қалай түсінуге болады? Қарапайым тілмен айтайық. Өйткені бұл видеомызды тек мен емес, қарапайым ата-аналар да көріп отыр ғой. Ең басында біз үй құрамыз. Үй құрғанда мысалы үшін Астанада дом соғып жатыр, астына 65-70 метрлік фундамент қояды. Ол фундамент бірінші, екінші, үшінші курстағы база. Егер осы базаны четко қалыптастырып алса, студент өзінің миында макет қалыптастырып алса, ары қарай вообще хирургия қиын болмайды. Хирургия дегеніміз не ол? Хирургия дегеніміз кесу
ол тесу емес, болмен шектеп қалатын емес. Ол жерде біз хирургияға бару үшін бірінші біз білуіміз керек пациенттің анатомиясын. Қарапайым анатомия, аппендицит алайық. Елдің бәрі аппендицит болады. Аппендицит болған адамды білу үшін біз іштің құрылысының анатомиясын білуіміз керек. Міне, бір анатомия. Артынан гистологиясын білуіміз керек. Кожаның қабаттарын, ішектің қабаттарын, артынан топографияны білуіміз керек. Не үшін? Потому что біз оны кесеміз ғой. Кесетін кезде кожа, подкожный жировая клетчатка, мышца, қандай мышца, қандай фасцияны кесіп жатырмыз, қандай артерияны кесіп жатыр, оның барлығы анатомия, топографический анатомия қосылғаны. Артынан слойлар, ол гистология, ол жердің жұмысы, это физиология. Қалыптыда болмауы мүмкін, мысалы үшін болмайды, қалыптыда ол жер ауырмауы керек. Ал осыны біліп алған соң біз білдік, түсіндік, көрдік, артынан воспаление, қабыну. Аппендицит дегеніміз ол ішек құрт тәрізді өсіндінің қабынуы. Ол уже патофизиология. Патофизиология болып жатқан соң, не үшін қабыну болып жатыр? Потому что там есть инфекция, микроб. Қандай инфекция? Ол микробиология болып жатқанда. Микробиологияда сіздер, возможно, ол жерде эшерихи коли болуы мүмкін, стафилококк, стрептококк болуы мүмкін, грамм отрицательный, грамм положительный. Осылар микробиологияда білу керек. Білген соң қабыну. Қабыну это патофизиология. Не үшін қабыну? Өйткені бірдеңе әсер етті, одан кейін ол жерде лекотрендер активный болды, циклоксигеназ актив болды, сөйтіп уже патофизді біліп тұрасыздар. Артынан иммунология іске қосылады. Не үшін? Өйткені ол жерге организм иммунитет күшейіп тұр ғой. Лейкоциттер жоғарылап кеткен, оның барлығы қабынудың плюс иммунологияның знаниясы. Сосын кестіңіз, хирургия келді, енді міне хирургия келді. Кестіңіз да былайынан кесіп, бірдеңе қылып алып тастадыңыз, удаление жасадыңыз да, құрт тәрізді өсіндіні артынан тігіп тастадыңыз, енді ол заживление болу керек қой, дұрыс па? Ол тоже физиология, бір патофиз. Сосын сіз постоперациялық асқынулар, яғни операциядан кейінгі асқынулар болдырмау үшін дәрі тағайындайсыз, это уже фармакология. Без фармакологиясыз вообще бара алмайсыз. Фармакологиялық препараттар жаңағы патофизиологиядағы белгілі бір ферменттерді блоктап тастайды. Циклоксигеназын тоқтатып тастайды, ары қарай қабыну болдырмайды. Не болатын болса антибиотик тағайындайды бәріне. Не үшін? Өйткені кесілген ранаға инфекция түсуі өте жоғары. Инфекцияны түсуіні болдыртпау үшін түскен күннің өзінде оны жойып отыратын, ол кезде сіз фармакологиялық антибиотикті білуіңіз керек. Антибиотиктің екі түрін білуіңіз керек. Бактериоциттік, бактериостатикалық қай жағдайда білуіңіз керек. Осының бәрі база, 1, 2, 3-те өтіледі. Мына айтып өткеннің бәрі. Үлкен курстарда біреуі де өтілмейді, мынаның. Ешқайсысы өтілмейді. Егер осыны сіз мықты біліп алсаңыз, ары қарай әдемі алып кетесіз. Білмесеңіз, қайттан нөлден бастап оқып тұруға тура келеді. Қазір сіздер қалай оқып жүрсіздер? Өте күшті. Қазір біз былай физиологияны оқымаймыз, анатомияны өтірік оқып кетеміз. Гистологиядан бір 30 минут қалған кезде препараттарды жаттап кіре саламыз. Микробиология 600 беттік кітап, мынандай оның бетін ашпай кеттік. Міне осы жерде өзіміздің жіберген бір үлкен қатемізді түсініп отырмыз. Енді осыны көріп отырған әрбір жас буынға айтқым келеді. Бұл қателікті жібермесек екен. Өйткені былай ғой, егер біз уақытында бір істі жасамасақ, ол іске ертең біз ақшалай энергиямызбен, уақытымызбен төлем жасап отырып, сол кезде қайтара алмай, міне сол кезде қайта алып келе алмай қиналады екенбіз да өзімізге. Жоқ қой, мен дәл солай. Сізде де сіз өзіңіз қайтадан оқымай кетесіз. Физиологияны оқымаңыз. Біздің муада проблема бір алдағы уақытта бізде тоже подкаст болады, который студент қалай оқу керек деген да. Бұл жерде енді біздің өте үлкен қателік болған. Оқымағанбыз физиологияны. Сіздер сияқты студент болған, бізде мәз болғанбыз, ойбай бір мәз болар деп оқытушы бермегеннен кейін қуанып жүре бергенбіз. На самом деле үлкен қателік. Бір органның физиологиясын білмесе, патологиясын адам білмейді, патологиясын үйрене алмайды, патологиясын түсінбей қалады. Расында. Патологиясын білу үшін обычно физиологиясын білу керек, міндетті түрде білу керек. Демек, ойнайтын сабақтар емес, әрбір мамандықтың кез келген сабағын жібермей оқуымыз керек екен. Енді біз осы жерде бір менде қызық сұрақ туындады. Біз орыс тіл сабағында отырмыз, тақырып мамандық таңдау, сосын мен орыс тілдің мұғаліміне сұрақ қойдым. Сіз қалай ойлайсыз? Адам өзін өзі қалыптастыру керек па, әлде өзін өзі іздеу керек па дедім.
Сосын жаңағы мұғалім, мынау қандай сұрақ, мен бұл сұрақты өмірімде қойып көрмеппін. Мен 30-40 жыл бойы орыс тілінің мұғалімі болып келіппін. Ол нәрсе туралы мен ойламаппын дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Өзіңізді сіз қалыптастырдыңыз ба, әлде іздедіңіз ба? Менің ойымша сіз қалыптастырған сияқтысыз, иә? Бұл жерде менің ойымша адам өзін іздеу барысында қалыптасады. Вау, мен естіген өте күшті жауап болды. Потому что адам өздігін білмейді ғой, не болып жатқанын, кім болатынын. Мысалы үшін да врач боламын, хорошо лор боламын, бірақ қандай лор боламын деген сияқты. Мен соны іздедім, мен қандай лор боламын. Мен только лор сферасы это узкий. Осымен ғана шектеліп қалам ба деген сияқты. Мен сонымен іздендім. Кітапта оқисыз, басқа, сонымен ол қарайсыз. Значит, лор сферасынан басқа медицинада менің қолыма қарап отырған адамдар көп деп іздену барысында адам қалыптасып барады. Байқамай қалады, өзі қалай қалыптасып қалғанын. Байқамай қалады, байқайды, когда, мысалы үшін сіз бірінші курстағы Назгүлге айтатыныңыз бар ма? Өте көп. Вот, бұл дегені сіз уже қалыптастыңыз, уже дамыдыңыз. Ал егер өткен Назгүлге ештеңе айта алмасаңыз, ол сіз әлі күнге де бір орында, либо уже регрессия артта кетіп барасыз. Вот осындай дүние. Осы жерде тек мектеп оқушылары емес, жаңағы интернатурадағылар тоже самый таңдау керек. ВОП әрі қарай педиатрия ма дейтін болса, егер бала жан болатын болса, лучше педиатрияға барған жақсы. Егер ВОП отырам десе, конечно, әрі қарай кеткен жақсы. 7-ші курстарға келіп, мамандық таңдамай, білмей қайда баруды білмей жүрген, это катастрофа. Өте үлкен нәрсе. Өткен не үшін? Мектеп баласы ол неме теңеу болады? Мысалы үшін 7-ші курсты бітірейін деп тұрып, әрі қарай нені таңдау білмей тұру дегені, 11-ші класты бітіріп тұрып, қай жаққа баруды білмей тұрумен бірдей. Айырмашылығы жоқ. 11-ші класты айырмашылығы мынандай. 11-ші класты бітіріп, өзі қаламайтын мамандыққа грант постта болды деп түсіп алған оқушы, студентті ұнамаса, 1-ші, 2-ші курстан қайтып шығып кетуіне болады. Өзін қинамастан басқасы шығып, басқа мамандыққа өзінің ұнайтын мамандығын тапсыруына болады. Ал резидентурада өзі қиналып түскеннен кейін, ол міндетті түрде бітіру керек. Өйткені уже жұмыс жасау керек. ВОП-тардың айлығына жетпейді, узкий алғысы келеді. Қиналып түскен соң грант болса да бірдеңе әйтеуір. Мысалы үшін мен қай сфераға барғанды былай айтқанда ұнатпайтын дейтін болсам, в основном терапия шығар, в основном да, сол терапевтический мамандықтарға барып қалсам, мен өзімді қинап жұмыс жасаймын ана жерде. Амал жоқ, бірдеңе бітіріп шығам. Ал мен лорға түссем, өзім таңдаған мамандығыма түссем, мен осы қиналмай жұмыс жасаймын да. Вот осылай, егер студент өзі қаламағаны түсетін болса, безвыходное положение болып қалады. Көп адам шығып кете алмай қалады резидентурадан. Амал жоқ, бірдеңе бітіріп шығады, сол мамандық бойынша жұмыс жасайды, өзі қиналады, еще пациенті қиналады. Ятрогенный фактор болады, яғни врачтар жағынан жіберілетін қателіктер көп болады осы жерде. Сол үшін 7-ші курстағылар да жаңағы сұрақты өзіне қойып, өзіне мамандық таңдау керек. 7-ші курсқа дейін неге таңдамадың дейтін болса, тоже самый жүрген. Өзін іздемеген, өзін қалыптастырмаған, сіз айтқандай, мамандығыны қарамаған, отделениеға барып көрмеген, не болуын өзі білмеген, бір мәнісі болады деп, оказывается, 7-ші курсты бітіріп қалған. Вот ол менің ойымша қате ой. Бұл менің субъективті ойым. Келіспейтін болсаңыздар, ол өздеріңіз ойларыңыз. Енді мынандай бір ситуациялық сұрақ болса, 7-ші курстың студенті әрі қарай терең мамандық таңдау керек. Алайда медицинаның өзінікі емес екенін түсінеді. Бұл жерде оған қатты кеш болып кетеді ғой, енді басқа жаққа кетуге, басқа салаға кетуге. Өйткені оның алдында уже таңдау тұрады: жұмыс жасау, отбасылы болу, отбасын асырау. Енді осы жерде шатасып таңдаған адам мамандығын не істеу керек? 7-ші курс студенті медицинадан өзін көрінгісі келмей тұр. Одан қандай амалдар бар? Ондай мысалға өзін көрінгісі келмей тұр медицинада. Яғни біздің кезде 800 студент бітірген болсақ, түскен болсақ, 800-ден бір 600-ы қалған шығар қазір, или 700-ді ма деп айта салайық, иә. Соның біздің апайлар айтады, сендердің 10-20% ғана врач болады дейді. Не үшін? Өйткені қазіргі заман талабы ол мал табуға тура келеді, жұмыс жасауға. Ал ерте жұмыс жасаған, ол басқа рөлдер айтылмыз, ерте жұмыс жасаған адам көбінесе өзінің жолым осы екен деп ойлап қалады. Өйткені мал тауып жүр, малдың наны тәтті, студент қиналып тұр, стипендияға өмір көріп жүргенде ол басқа ақша тауып жүрді, сөйтіп жүруі мүмкін. Солай, мысалы үшін мен білем бір баланы, который
бизнес саласына кірген менен сұрап барады, мен жұмыстан шықсам қалай, сабақ оқудан шықсам қалай деп, 7-ші курс. Иә, сіз қалай кеңес бердіңіз? Мен айттым, мен өзің көр дедім. Ол өзіңнің өмірің, өзіңнің таңдауың. Ол біреуден ешқашан бұндай ауыр категорически ауыр решениялар қабылдауға жауапкершілікті біреуден алмаңыз, жауапкершілікті өздеріңізге қойыңыздар. Егер дұрыс емес мамандық, егер ол дұрыс емес совет беріп қойған болса, ол өзінің ойын айтты, сіз оны қабылдадыңыз, істедіңіз, қателік болатын болса, сіз мысалы сіз маған, мен Назгүл, сіз сөйтіп айтқансыз маған, сол үшін мен шықтым деп айтып жүреді. И ана бала не деп айтты, ана бала не істеді, деканатқа барған, мен шығам деген кезде 7 жылдық платныйдың грант оқыған ғой, 7 жыл мемлекет саған төлеп берген ақшасын, 7 жыл саған берген стипендиясын қайтарда шыға бер деген. Енді ол жігітке придется жұмыс жасауға. Так что ойланыңыздар ол жағдайларды. Бір не болмаса 3-ші курс резидентураны бірдеңе 3-ші курсын бітірген соң можно жұмыс жасамауға, бірақ сразу емес. Мысалы үшін сіздің тапқан табысыңыз, мал, дүниеңіз осы врачебныйдан келіп тұрған болса, оны сразу тоқтатып қою керек емес. Жайлап басқа мамандық, бизнес саласын көріңіз. Егер сізге бизнес жақсы болса, бизнесте өзіңіз белгілі бір дәрежеге жетіп алсаңыз, ары қарай медицина тастауға болады. Ол қиын емес. Тастаған қайта лучше. Өзіңізді қинамайсыз, пациенттерді қинамайсыз. Иә, өте күшті сұрақ. Бұл жерде жауап деген, яғни ойыма күшті нәрсе келді. Марғұлан Сейсенбайдан бір сұхбатта сұрайды. Бастықтар, предпринимательдер өте көп. Алайда неге оның барлығы сіз сияқты емес дейді, яғни сіз сияқты жетістікке жеткен емес дейді. Сол кезде ол жауап береді. Мысалы, пианинода ойнағысы келетін адам көп. Олардың 60% ойнап үйрене алады, барлығын жасай алады. Алайда оның ішіндегі 30% ғана 60% жасай алып тұр ғой. И одан кейінгі 30% ғана жарыстарға шығып, әлемдік жарыстарда өзін көрсетіп, өзінің бағын сынап көріп, бір жетістікке жете алады дейді. Ал енді соның ішіндегі 10% ғана кәдімгідей өзінің жан жүрегімен, денесімен, тәнімен сезініп, өзінің рахаты үшін айналысып, осы салада өзін расында табады дейді. Сол сияқты жаңа айттыңыз сіз, 20-10% адам ғана дәрігер болады деп. Дәрігер болуға көп адам қызығады, алайда олардың ойлары әртүрлі, иә? Расында да. Мен сізге сұрақты, сіз не үшін медицинада именно түстіңіз? Осы сұрақ қызық, өте қызық сұрақ. Енді осы сұраққа мен жауап берсем, былай, мен әдебиеттегі көп әділетсіздікті көрдім, көп әдебиетшінің бірі болғым келмеді. Мен ерекше адам болғым келді, ерекшелікті қаладым, және де не үшін медик болдым, қаннан қорықтым, осыны жеңгім келді. Және де физматқа барғым келмейтінін түсіндім, сосын барында тупо биохимияны таңдай салдым. Биология химияның мұғалімі боламын ғой деп жүргеннен бір қыз айтты маған, вот міне сен деген неге мұғалім боласың, 90 балды неге сен аласың, неге сен дәрігер болмайсың, сен мықтысың ғой деп айта салды да. Міне осы біреуге кеңес беру деген жерде кетеді. Вот ата-аналар да осылай көп кеңес береді, өзі өмірден бір алған сабағына, сынағына байланысты қасында тұрған адамды да осылай қиналып қалмаса екен деп бір жақсы жағынан ойлап берген кеңесі оған бір жамандық болып тиетінін түсінбейді да. Міне, солай мен медицинаға келдім, қаннан қорықтым, кинолар әсер етті. Енді мен қазір ойлап жүрмін, мені медицинада не ұстап тұр деп. Сонымен қарасам, өмірлік миссияма ораламын осы кезде. Менің өмірлік миссиям ол көмектесу. Адамдарға барлық жағынан көмектескім келеді. Тәрбие жағынан да, білім жағынан да, және де адамдардың тәнін емдеу жағынан да. Өйткені менің бір қабілетім бар екен. Адам бір ауырып тұрған жерін айтса, кәдімгі ішкі құрылысын елестетемін да, сіздің жеріңіз ауырып тұр ғой, сіз бүйттіңіз ба, сөйттіңіз ба дегенде, мә оны қайдан білдің? Я менде сондай ауру бар ғой деп тауып алады да адам. Яғни менде де өзімде бір боль болды, ол гастроэнтерология. Асқазан аурулары, үйдегі адамның барлығы осымен ауырды, дұрыс тамақтанбау проблема болды. Қазір менің үлкен бір арманым адамдардың барлығы дұрыс тамақтанса деген. Міне, осы жолда мен медицинада жүрмін деп айтсам болады. И маған бір айтқан едіңіз, мен оқытушы болуды қалаймын деп та. Осы жерде мысалы үшін сіз сияқты студенттер не істеуге болады дейтін болса, егер медицина сізге ұнайды, бірақ жан тәніңіз сабақ беруді қалайтын болса да, екі жолда мысалы үшін бір ғана пациентті қабылдап отырған жақсы ма, не болмаса жүздеген балаға сабақ берген жақсы ма дейтін болса, мысалы сізге егер жаныңыз сол сфераны таңдайтын болса, оқытушылықты да, ол кезде оқудан шығып кету керек емес. Оқудан шықпастан ақ оқытушы болуға болады. Қалай дейтін болсаңыздар, бакалаврды бітіріп аласыздар 5-ші курста. Одан соң сіздер колледжде де, университетте де сабақ бере аласыздар. Егер одан кейін сабақ бермей дейтін болсаңыздар, 7-ші курсты бітіресіздер ғой, то есть сіздер 6-ны бітірген соң
резидентураға емес магистратураға тапсыратын. Не магистратура, даже да магистратураға тапсырасыздар. Магистратураға тапсырған соң сіздер оқытушы болып шығасыздар. Егер соның өзінде сіз резидентураға түсіп қойсаңыз, ата-анаңыз врач боласың деп қоймастан да, бұл бірінші вариант 5-тен кейін, екінші вариант магистратурадан кейін оқытушы болады. Үшінші вариант резидентурадан кейін сабақ беруге бола ма дейтін болсаңыз, жоқ әрине, бірақ сіз барып докторантураға тапсырсаңыз болады. 1 жыл докторантураны бітірсеңіз, сізде PhD деген уровень болады, профессор, доктор наук деген. Онымен сіз даже университеттің оқытушыларына сабақ беретін боласыз, университетке смело барып ректор сабақ өте алатын боласыздар. Ол ешқандай қиын жері жоқ. Так что жүрегіңіздегі үміт сөндіріп қоймаңыз. Шын мәнінде оқытушылық, мен жаңа айттым, врачтардан жоғары тұрады. Неге? Өйткені мен 1 сағатта 1 пациентті емдейтін болсам, бір ғана сабақ. Ал сіз 1 сағатта 100 адамға сабақ бере аласыздар. Ол 100 деген сабақ. Бір. Екіншіден, мен бір ғана емдеген пациентім өмірінің соңына дейін бір жақсы істер істейтін болса, біреулеп ғана сауап дейіп тұрады. Ал сіздер жетістіріп шыққан адамдар 100-ден өзі жақсылық істейтін болса, 100 адамнан студенттен жақсылық кеп тұрады сауаптары. Так что мен оқытушылықты да қолдаймын. Егер қолдарына келсе, смело баруға болады, тек медицина сферасында емес. Дәрігер, мықты дәрігердің өзін оқытушы тәрбиелеп шығарады ғой. Осы жерде сіз маған өте жақсы ой салдыңыз. Адамдарды оқыту арқылы да олардың денсаулықтарын жақсартуға болады деп ойлаймын. Конечно, врачтар тәмінетесі оқытушы жанын неме? Екеуін қатар баланы сындырып тастай алатын да оқытушы, бүйтіп көтере алатын да оқытушы ғой. Қандай күшті. Сонымен бүгінгі эфирімізге кеткен уақыттарыңызда өкінбейсіздер деп ойлаймын. Соңына дейін көрген болсаңыздар, пайда алған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қойған лайктарыңыз біз үшін мотивация, сонымен қоса көптеген адамдардың көруіне себепші боласыздар. Сізге рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Сізге де рахмет. Алдағы уақытта Назгүл ханыммен бірге біздің подкасттарымыз шығып отырады. Не үшін Назгүл ханым дейтін болсаңыздар, потому что энергиясын сіздер экранның ар жағында отырып сезініп тұрған шығарсыздар да. Бұл ешқандай дайындықпен түсірілген видео емес. Бұның барлығы спонтанно, моментально қойылып отқан, моментально кеп тұрған сұрақтар, шынайы эмоциямен айтылып тұрғандар, жаттау емес. Сондықтан біздің еңбегімізді бағалап отырыңыздар, ата-аналарыңызға міндетті түрде көрсетіңіздер. Егер сіздер тыңдамайтын болса, өзіңіз мамандық таңдап алса, кедергі болып жатқан болса, жүрегіңіз суретші болуды қаласаңыз, жоқ сен полиция болатын болсаң дейтін болса, көрсетіңіздер, түсіндіріңіздер последствиясы қалай болуына. Сізде өзіңіз ойыңызды айта кетсеңіз, студенттерге, оқушыларға. Жақында фармакологиядан РК-ға дайындалып отырдық. Сол кезде менің өте жақын құрбым айтады, қиналып отырдық та, өлейін деп оқып отырдық, түнгі сағат 2-нің кезі, ұйықтайықшы дейді, жоқ, ұйықтамаймыз, оқы деп қоямын. Ертең айтады, мен балам болса, таксист болам десе де, ОБТ тапсырмаймын десе де, мен оны еркіне жіберем дейді. Сосын мен де оны қолдадым. Ой, молодец, мен де сөйтемін. Болды, екеуміз бірге солай істейміз деп, осы жерде сол теманы жаптық та бірге ұйықтап қалған болатынбыз. Яғни бұл жерде жақсы мамандық таңдау, бұл кәдімгі адамның барлық өмірінің жақсы өтуіне әсер етеді. Себебі адам күнінің бір 16-15 сағатында өліп талып жұмыс істеп келген кезде, ана мамандығы ұнамайтын болса, жұмыста миы шаршап, миы тозып, жүйкесі тозып үйіне келеді. Сосын үйіне келеді да, үйіне шайқай бастайды. Сендер менің жағдайым істеген жоқсыңдар деп үйіне ұрса бастайды да. Яғни бір адам бақытсыз болып тұр, өзінің бақытсыз болғанымен қоймай, ол бір үлкен әулетті бақытсыздыққа келіп тұр. Демек қарасақ, мамандық бұл өмір үшін өте маңызды. Өздеріңіздің таңдауларыңызды дұрыс жасаңыздар, айналадағы факторларға мән бермеңіздер, ішкі жан дүниелеріңізді тыңдаңыздар. Ең бастысы адамдардан сұрамаңыздар, мен кім болайын деп, мұғалім болайын ба, әлде дәрігер болайын ба деп, ешқандай сұраудың керегі жоқ. Оны өздеріңіздің іштеріңізден іздеңіздер. Бізбен болғандарыңызға көптен көп рахмет.